Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен алгебра пәнінен 8-ші сыныптағы 4-ші тоқсанның теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Бізде бірінші есеп x-тің қандай мәнінде x квадрат минус 4x минус 12 өрнегі теріс мән қабылдайды. Енді бұл жерде теріс мән дегеніміз ол бізде 0-ден кіші болады. Демек x квадрат минус 4x минус 12-ні аламыз да 0-ден кіші деп аламыз. Енді бізге x1 мен x2-ні таба салу керек болады. V теоремасымен жұмыс жасап кетем. Мына жеріміз плюс 4 болу керек. Ал мына жеріміз минус 12 болу керек. Енді қосындысы 4 болатын, көбейтіндісі минус 12 болатын. Бізде ол 6 мен минус 2 деген сан болады. Дұрыс па? 6-ны қосамыз минус 2-ге. Тексеріп көрейік, тең 4 шығады ғой. 6-ны көбейтеміз минус 2-ге. Тең минус 12 шығып тұр. Демек біз x1, x2-ні дұрыс таптық деген сөз. Енді координата сызайық. Енді бізде сандардың орналасу ретінде минус 2 кіші болады. Минус 2 және де 6. Екеуінде де қатаңдық белгісі бар. Жай жақша болады. Енді интервалдарға бөліп аламыз. Таңбасын анықтау бізде стандарт жағдай плюс минус плюс болады. Немесе мына жердегі 0 деген санды алсақ, мысалы минус аралықтағы мына жерде 0 деген сан бар емес па? 0 деген санды алып, x квадраттың орнына қоямыз. 0 деген санды аралықтан алам. 0 болады, 0 болады, минус 12 шығады деген сөз. Сол себепті мына жеріміз бізде минус 12. Енді 0-ден кіші аралық бізде, мына аралықты біз штрихтаймыз. Сол кезде жауабы бізде минус 2-ден 6-ға шейін болады. Өрнегі теріс. Демек, минус 2 мен 6-ның аралығында бізде берілген өрнек теріс мән қабылдайды деген сөз. Екінші есеп. Енді тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 6 сантиметрге артық. Егер тіктөртбұрыштың ауданы 78 сантиметр квадраттан артық болса, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін дейді. Так. Енді мына жерге шамамыз кеңінше жасап көрейік. Тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 6 сантиметр. Демек, енін x деп ала салайық. Демек, ұзындығы x қосылған қанша? 6 болады деген сөз. Енді осы екеуінің көбейтіндісі бізде нені беретін еді? Ауданды береді ғой. X қосылған 6 кіші көбейтілген x артық болады деп тұр. Демек, үлкен 72-ден деп аламыз. Енді x квадрат қосылған 6x 72-ні бері өткізсек, минус 72 0-ден үлкен болады деген сөз. Енді x1 мен x2-ні табамыз тағы да. V теоремасына сүйенейік. Бұл жерде қосындысы минус 6 болу керек. Көбейтіндісі 72 болу керек. Сонда да бәрібір өзіміздің қарапайым дискриминантқа көше берейікші бәрібір. Енді d тең квадраттасақ 36 болады. Қосылған 4-ті көбейтеміз 72-ге. 288 болу керек. Көбейтетін болсақ 288. В квадрат минус 4асы деген формулаға бірден салып кетем. 288 қосылған 36. Бізде 324 шығады екен. 324. Бұл мен білем 18-дің квадраты болу керек. Қателеспесем. Енді x1 мен x2-ні табамыз. Демек, бізде мына жер минус 6 плюс минус 18 бөлінген 2 болады деген сөз. Енді мысалы x1 мен
x2-ні табатын болсақ, -6 -18 бізде -24-ке тең. Оны бөлеміз 2-ке. Демек, -12 шығады екен x1-міз. Енді x2-мізді табайық. Енді бұны қосатын болсақ, -6 қосылған 18, ол бізде 12-ге тең болады. Қосылған деп айтылғанмен азайтылып кетеді. 12-ні 2-ке бөлеміз, 6 шығады деген сөз. Енді қандай болуы мүмкін? Координатаны мына шетіне сыза салайын. Так, орналасу ретін ескереміз. -12 және де 6. Демек, бізде плюстен басылады, мына жақ плюс, минус, плюс. Үлкен десе, плюс аралықтарын штрихтаймыз. Демек, бізде жауабы не болады екен? Жауабы минус шексіздіктен -12-ге дейін. Бірігеді, 6-дан плюс шексіздікке шейін болады. Демек, бізде мына жақта теріс сандар болып тұр ғой, бұл жер бізге керек емес. Мына жағымыз теріс сандар, демек мына жақтан аламыз. Енді мына жеріміз 6 болып тұр, 6 бірақ ответке кірмейді, бірақ енді болды, теңсіздік қой. Ені бізде не болып тұр? Так, енін біз не деп алатын едік? Б деп алатын едік. Мына жерде А деп алатын едік қой. Сол кезде Б бізде ені дұрыс па? Ені деп жазып қойын. Ені қызықша Б тең. Бізде қалай болу керек? Сол кезде Б 0-ден емес 6-дан үлкен болады екен. Ал ұзындығы бізде А деп белгіленеді. Енді А неден үлкен болу керек екен? 12-ден үлкен болу керек деген сөз. Сол кезде ауызша тілмен жазсаңыздар да болады, немесе осы тілді осылай жазсаңыздар да болады. Жауабы міне шықты. Демек, ені бізде Б-дан үлкен болу керек екен. Ұзындығы 12-ден үлкен болу керек екен. Келесі есеміз бізде бөлшек рационал теңсіздік. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, алымында белгісіздер жоқ, бірақ бөлімінде бар. Бөлшектің бөлімін біз мүмкін мәндер жиынын тауып кетеміз. ММЖ деп қойық. Мүмкін мәндер жиыны. Демек, бөлшектің асты 6 минус 3х-ті тең емес 0-ге деп алатын едік қой. Сол кезде минус 3х тең емес минус 6 болады. Х тең емес минус 6-ны минус 3-ге бөлесіңдер, 2 болады. Енді келесін 2х қосылған 4 тең емес 0-ге деп аламыз. 2х тең емес минус 4. Х тең емес болады минус 2-ге. Демек, енді осы екеуін координатаға сызайық. Минус 2, екеуінде нүктесі боя алмайды, себебі шешімге кірмейді. Бұны да интервалдарға бөлеміз. Енді таңбасын анықтау керек. 0-ді қоятын болсақ, бізде мына аралықта 0 бар деп есептейік. 0-ді қойсақ, мына жеріміз 0 шығады екен, плюс сан шығып тұр. Демек, бізде ортасы мына жер плюс болады екен. Демек, мына аяқтарымыз минустан басталады. Енді қай жерін штрихтаймыз біз? 0-ден кіші деп тұр. 0-ден кіші болса, минус аралықтар штрихталады деген сөз. Міне. Демек, жауабын жазуымыз керек. Жауабы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Бірігеді 2-ден плюс шексіздікке шейін. Бұл есеп бітті оқушылар. Келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз бізде теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Енді біріншісін бірден таба салайын. Берілген жазып отырмайық. x1 мен x2-ні. Қосындысы қанша болу керек? Қосындысы мына жерде минус 8 деп тұр. Демек, қарама қарсы санмен аламыз. Плюс 8 шығу керек. Ал көбейтіндісі 15 шығатын, ол қандай сан? Әрине, ол 5 пен 3 емес па? 5 пен 3. Дискриминантпен есептейін десеңіздер де болады.
Бірақ енді бұл жерде мынаны бөлек есептей салайық, астына есептей салам. 2x минус x-қа өткіземіз. X-ті бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз ғой. 3 минус 1 болды. 2x-тан x азайтса ол бізде x шығады. Үлкен 3-тен 1-ді азайтамыз, 2 шығады. Демек бізде x үлкен 2-ден шығады екен. Мына жүйеде осы шығып тұр. Енді бұл жерде оқушылар 2 теңсіздік болғандықтан 2 координата сызамыз. 2 координата біріншісінде 3 пен 5 дейді. Так, оларда да нүкте қойылмайды, қатаңдық белгісі тұр. 5 дейміз. Интервалдарға бөліп қоямыз. Енді келесі координата, ол бізде кәдімгі сызықтық теңсіздік, сол себепті жай ғана координата болады. Ал 2-ні бойынан белгілейтін болсақ, 2-де мен қатаң емес деген белгі тұр. Қатаң емес дейді, ол кейде тең болуы да мүмкін, кейде артық болуы да мүмкін. 2-ні аламыз. Енді ол x бізде 2-ден артық деп тұр, үлкен. Демек біз оң жаққа қарай штрихтаймыз деген сөз. Себебі 2-ден үлкен деген сандар ол бізде 2-нің оң жағында орналасады. Енді біріншісінің таңбасын анықтаймыз, ол плюс минус плюс болады. Кәдімгі стандарт жағдай, кіші аралықта алуымыз керек. Енді екеуінің қарап қарасандар қиылысатын жерін аламыз. Мына 5-тен астыға қарай түсіресіздер. 3-тен де астыға қарай түсіреміз. Сол кезде 2 аралықта мына боялып тұр. Сол кезде жауабын жазатын болсақ, бізде 3-тен 5-ке шейін болады. Міне, келесі есебіміз де бітті. Бізде өзі бар жоғы 4-ақ есеп екен, оқушылар. Сіздерге БЖБ талдануы ұнады деп ойлаймын. Қай есеп ең оңай, қай есеп ең қиын болды, сіздерге комментарийге жаза кетіңіздер. Өтініш, қазақ тілді арнаны қолдау мақсатында лайк, комментарийларыңызды аямай арнаға жазылып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге пайдам тиді деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.